Тоқпанов атындағы Академиялық қазақ драма театры Тараз көрерменіне Сұлтан Бейбарыс шығармасы желісімен сахналанған қойылымды ұсынды. Туынды Дешті Қыпшақтан шыққан ұлы тұлғаның тағдырлы жолын арқау етіп, көрерменді бірнеше ғасыр бұрынғы тарихи кезеңге жетелейді. Қойылым заң мен тәртіп аясында сахналанды. Тарихта аты алтын әріппен жазылған тұлғалардың бірі Сұлтан Бейбарыс. Дешті Қыпшақ даласында дүниеге келген ол, бала кезінде тағдыр тәлкегіне ұшырап, жат жерге құл ретінде әкетіледі. Алайда қайсарлығы мен ерік жігерінің арқасында Мөмілік әскерінің қатарынан суырылып шығып, Мысыр мен Шамды билеген ұлы сұлтан дәрежесіне дейін көтеріледі. Қойылымда осы күрделі тағдыр жолы көркем тілмен өріліп, бала Бейбарыстың бейнесі арқылы кейіпкердің ішкі әлемі де ашылады. Бұл рөлді тараздық жас әртіс Азамат Тұраров сомдады. Жалпы балалық шағын беру арқылы Гаухарадай режиссеріміз Сұлтан Бейбарыстың балалық шағын аңсауын береді. Сол сахнасында ойнаймын. Ол жусанның есін аңсайды. Жусанды бала Бейбарыс арқылы береді сағынышы. Қойылымның режиссері Гаухарадай тарихи драма алғаш рет сәуір айында көрерменге жол тартып, жоғары бағасын алған болатын. Бұл жол спектакль өңіріміздің сахнасында екінші рет қойылып отыр. Режиссер тарихи оқиғаны құр баяндаумен шектелмей, Бейбарыстың адами болмысы мен туған жерге деген сағынышын да сахна тілімен жеткізуге ден қойған. Сахналық шешімдер мен актерлер ойыны бір-бірін толықтырып, қойылымда театр маусымындағы елеулі мәдени оқиғалардың біріне айналдырды. Мөлдір Аманбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.